Ауа райының бұзылуы, көру мүмкіндігінің нашарлауы, сондай-ақ жолдарда көктайғақ кезінде азаматтардың өмірі мен денсаулығын сақтау және жол көлік оқиғаларының алдын алу үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі. Қыс басынан бері 1000 реттен астам, оның ішінде қаңтар айында 300-ден астам рет жолдар жабылды. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы және ұялы телефондарға хабарлама жіберу арқылы халыққа жолдардың нақты учаскелеріндегі жағдай туралы ақпарат жеткізіледі. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін осы учаскелерге полиция нарядтары қойылады. Қажет болған жағдайда олар автокөліктерді сүйемелдейді. Көру мүмкіндігі нашарлаған жағдайда патрульдік көлік маяқтарды қосып, автокөліктердің алдына түсіп, басқаларға бағдар береді. Биыл жолдарды жабу барысында 15 мыңнан астам көлік құралдары сүйемелденді. Қар үйінділерінен 433 адам, оның ішінде 44 бала және 117 автокөлік эвакуацияланды. Жолдарды жабу кезінде полицияның заңды талаптарына бағынбаған жүргізушілерге айыппұл немесе 5 тәулікке дейін қамауға алу жазасы қарастырылған. Бір жыл ішінде бағынбау тағы қайталанса, 10 тәулікке дейін қамалады. Жолдарды жабу кезіндегі талаптарға бағынбаған үшін жыл басынан бері 8 құқық бұзушы жауапкершілікке тартылды. Жүргізушілер, қолайсыз ауа райы кезінде алыс жолдарға шықпаңыз. Қала сыртындағы сапарлардан бас тартыңыз. Өзіңізге және жақындарыңызға абай болыңыз.